Мен Кизляр районының Новокрестьяновка ауылының орта мектебінің оқушысы Митали Савкатов. Біздің мектепте ана тілін Йылқайдар қызы Эдилбаева Янбике үйретеді. Мен сізге, аяулы тыңлаушылар, өзімнің ана тілін сақлауға менің қарамым деген ой язбамды тыңлатпаға сүйемін. Ана тілім, алтын тілім. Аяқландым мен сенімен. Бесігімнен шыққанда оқ, көп сөйледің сен менімен. Ана тілім. Қайдай үлкен мәнісі бар бұл екі қысқа сөздің. Қайдай йылылық келеді бұл сөзлерден әдемге. Қайдай сезімлер тудырадылар олар. Не үшін? Неге десе ана деген сөзбен көп зат айтылған. Қайдай үлкен орын тұтады ол баладың яшауында. Ана бізді дүнияға ендірген, адулеп өстірген, тәтлі ұйқысын бес бөлген. Сондай сыйлы, абырайлы сөздің қасында жүреді тіл деген сөзді. Емтап анадай болып, оның да бізге кереклігі сезіледі. Біз тілді анамыздың тәтлі сүтімен емгенміз. Ол біздің қанымызға, янымызға сіңген. Тілсіз біз, сақау кісідей болып, бір-біріміздің ойларымызды білмей, кеңеспей, маслағатласпай жүрген болар едік. Бұл ерде менің есіме Суын Капаевтың сыдыралары келеді. Тілі жоқтың елі жоқ, елі жоқтың ері жоқ, ері жоқтың қаны жоқ, қаны жоқтың яны жоқ. Ол үшін тілсіз әдем, ол ерде, аяқ астында, бір керексіз, тот басып қалған темір кесегіндей. Атілге қайдай мәне берген екенлер көп йыллар артта. Әвелгі Грецияда екі әдем арасында болған хабарды тыңлап қарайық. Олар Ксандра әм оның құлы Эзоп. Ксандра Эзопты базарға евереді еңді бағалы зат сатып алмаға. Эзоп базардан тіл алып келеді. Ксандра құжыры келіп, не үшін сен тілді еңді бағалы зат деп санайсың дүнияда? Сонда Эзоп, тіл ол баладың бірінші сөзлері. Ана, күн, шешекей. Тіл ол саулай дүния. Екінші yol Ксандра Эзопты базарға еңді қолай зат алмаға евереді. Ол тағы да тіл алып қайтты. Тағы да тіл ме? Деп сейір етеді Ксандра. Не үшін? Неге десе тіл бітіне лекті, ұрсыз да, азарлау да ертпеге болады, деп яваплайды Эзоп. Бұл диалог бізге тағы да бір көрсетеді тілдің қайдай үлкен мәнісі бар екенін. Әлігі яшауда көп балалар ана тілге ез бермейділер. Амал тапса, ана тілден дәріслерге де үрмеседілер. Бұл зат менің жүрегімді сызлатады. Олар үшін мен ұяламын. Көбінше балалар өз ара орыс тілінде сөйлейділер. Ана тілін қойып. Кімді шүшлемеге керек? Неге олай болады? Менің ойымша, бәрі көне басланады әйелден. Мен достарыма бірерде қыдырып барсам, көремін. Қайтып олардың аналары, зәлім ясындағы тетелері әм енелері орысша сөйлейділер. Шығып қашқым келеді. Өзімнің бетім өзіме көрінеді. Мен өзімнің тілімді өлгі шейде сүйейекпін. Балаларыммен тек ана тілімді сөйлеп, оға үлкен сүйім тудыраяқпын. Йырлар үйретейекпін. Бірде жойылмасын тіліміз. Ана тілім, ялғыз тілім. Өз анамдай мен сүйемін. Егер біреу қорлай қалса, янаманда күйемін. Мен шалысамын әм шалысаяқпын тілімді қорлатпасқа, жойытпасқа, кірлетпеске, оның үшін күреспеге. Менің мұрадым мектепті құтылап, ана тілден оқытушы болмаға. Өз оқытушым Ембике Йылқайдаровнаға қусамаға, сондай болып ана тілдің ұрлықларын балаларға сеппеге.